Балалық шақ деген тіркес естігенде бірден көз алдыңызға келетін сюжет. Ешқандай бір ойсыз, еш нәрседен қорықпайтын, арманшыл, оймен бүкіл әлемнен де жоғары жақты қиялдап кететін, және де бір ешқандай бұл өмірдің проблемасына баса ұртпайтын, сондай бір жақсы, бақытты шақ елестетті. Бала кезіңізде ұйықтар алдында не ойлайтын едіңіз? Жатар алдында мен расын айтайын, біз отбасымызбен қатты қиындық көрген жандармыз. Мен бір белгілі себептермен бұрындары бір қатты бір өлім аузынан қалып бір ота жасаттық. Сол кездерде мен ауруханада жатқан кезде ата-анам маған дәрі-дәрмекке деп үйді сатқан еді. Бірақ оны мен білмеймін, кейіннен ауруханадан шыққаннан кейін үйіміз жоқ. Бүкіл үйдегі жиһаздардың барлық заттардың барлығын әжеміздің үйінің алдына апарып тастаған. Сол кездерде сол үйді мен үшін сатқан естіген кезде мен қатты күні-түні жылап, бәріне мен кінәлімін деп түнгі 3 болсын, 4 болсын ұйқымнан тұра салып, далаға шығып, жүгіріп, Аллахым, мен жерде қалдыра көрмеші, мен ата-анама үй алып берейінші. Бәріне мен кінәлі болдым. Мен үшін маған дәрі-дәрмекке деп үйді сатты деп сөйтіп жылайтым. Түсіңізде аян берген кездер болды ма? Түсімде аян берген кездер болды. 8-ші сынып оқып жүргенде Мұқағали Мақатаевтың Қарасаз ауылында мектеп-интернатта оқып жүргем. Сол кезде түсімде осы болашақты бір көрсеткен едім. Болашақта топ болып құрылатынымда, осындай жігіттермен бірге болатынымда түсімде сол 8-ші сыныпта көргем. Жаңа ортаға тез бейімделесіз бе? Жаңа ортаға тез сіңісіп кетем, ондай жатсынбаймын. Бірақ кей кездері ол жерден де опық жаңағындай өзіме соққылар тиіп жататын кездер болады. Сондықтан қазір ойланып, қорқып қадам басатын болдым ол жаққа. Сіздің санаңызды селт еткізер кеңес берген адам болды ма? Менің санамды селт еткізер кеңес әрине менің ата-анам беріп отырады маған. Ең маған үлкен берген кеңестер сағынсынбасын деген бір ауыз сөз болатын. Кейін уақыт өте келе үлкен осы өнердің ішіне кіргеннен кейін талай-талай толқындар кездесті, талай-талай соққылар кездесті. Сол кездерде расында сақсынатындай соққылар кездескен кездерде, толқындар кездескен кездерде сол сөзді жиі есіме алып отырдым. Өйткені сағынсынатын болса, онда сол жерден сенің болашақ арманың да сол жерден тоқтайды. Сондықтан осы сөзді мен жадыма ұстап жүрдім. Көңіліңіз қалған сәттерден қалай айығасыз? Басыма бір сынақ келгенде, және де жүрекке бір сызат түсетіндей бір жағдайлар болған кезде, ең бірінші оның артында бір жақсылық тұратынын есіме алып отырамын. Туған күніңізді асыға күтесіз бе? Туған күнімді әрине бір жағынан асыға күтем, бір жағынан күткім де келмейді. Шүкіршілік ретінде сол күнді де асыға күтіп, бір Аллаға шүкіршілігімді айтамын.
Ал енді бір күткім келмейтіні, әр туған күн жақындаған сайын бір кітап парақшаңның бір бет артта қалып отырады. Және де жалған нәрсенің бәрінің өтіп атқанын сезесің. Егер бүгінгі күн соңғы күніңіз болса, егер де бүгінгі күнім менің соңғы күнім болатын болса, онда ең бірінші осыған дейінгі жасаған қателіктерімнен Алладан кешірім сұрайтын едім. Садақа көп беруші едім. Жақсылық көп жасаушы едім. Құдайдың алдына барсаңыз, не айтар едіңіз? Егер де Құдайдың алдына барсам, білмеймін не деп жауап беремін. Адамның қандай осалдығын кешіруге болады? Бәрін кешіруге болады. Өйткені пенделікпен істелінген қателіктер, әрине ол сол бір сәтте ғана бір қате қадам басқаны. Бірақ оны біз пенде болып тұрып дұрыс жағынан түсініп кешіру, ол біздің бұл өмірлікте, ақыреттікте парызымыз. Сіз үшін музыка деген не? Халықпен мен жақындастырушы ортадағы алтын көпір. Ән деген мен үшін ол менің бойымдағы қуанышымда, бойымдағы мұңымда, былайша айтқанда эмоциям. Сіз үшін ең ұлы музыкант? Мен үшін ең ұлы музыкант. Ұлы музыкант болатын болса, кішкентай нәресте. Ол сияқты ешкім ән сала алмайды. Табиғаттың ең әдемі құбылысы? Табиғаттың ең әдемі құбылысы 4 мезгілі мен үшін. Одан қарап өте үлкен сабақ алуға болады. Біреу көктем болып бүршік жарып жатқан болатын болса, жаз болып жайнайды артынан. Күз келеді, қыс келеді, ауыспалы өмір. Бағдарламадан кейін сыртқа шыққан кезіңізде Мұқағали өтіп бара жатса, қайтер едіңіз? Мұқағали атамыз өтіп бара жатса, жақындауға дәтім бармаушы еді. Телефон нөміріңіз? Телефон нөмірім 8701. Сырыңызды кімге айтасыз? Сырымды ешкімге айтпаймын. Тек күнделігіме жазамын, үйдегі. Оны оқитындар болса оқиды. Сіз неден жиіркенесіз?
жакшылык атаулыга карама-каршы барлык нерседен жиркенем. Қатты шабыттанып, көңіліңіз шарасынан төгілердей шалқыған сәт болды ма? Болды. Әрбір түні кейде бітіп қиялданып, армандап, сол болашағыңа қарай арманыңмен, қиялыңмен үлкен дүниелерді жасап тастаған кездерде екі тәулікке дейін ұйықтамай кететін кездер болады. Түн уақытында көп болды ондай нәрсе. Мұқағали Мақатаев атамыздың өзі айтып кеткен, түн маған ұйықтау үшін жаралмаған, ұйықтасын ғұмырларын тәмамдаған, алдымда тарам-тарам өмір жолы ұйықтасам барлығынан қараңғылан. Түн маған ұйықтау үшін берілмеген, ұйықты ең шалажансар өлімменен қанша менің арманым өлді екен, ақ көрпе ала жастық кебін деген.